Баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай өте оңай, ең бастысы миксерсіз дайындалатын, әрі жылдам, тез дайындалатын осындай пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен тап-таза ыдысымызға ұнымызды, оның үстіне какаомызды, оның үстіне разрыхительнымызды саламыз. Үстіне секерімізді саламыз. Одан соң 2 жұмыртқаны жарып, тоже саламыз. Содан соң сүтімізді, содан соң сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Осындай масса болу керек. Шама келгенше ешқандай комоксыз араластыруға тырысыңыз. Бір сұйық сметана сияқты масса болу керек. Табамызды жақсылап майлаймыз. Үстіне жаңағы массамызды құйып, әркім градусты әркім өзінің пештің ыңғайына қарай қойып, шамамен бір 50 минуттай пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз пісіп шықты. Піскен-піспегенін шпажка тығып қарасаңыз болады. Мен мана қарағанмын, тек видеоға түсіру үшін, сіздерге көрсету үшін қарап жатырмын. Енді кезекте бетіне глазур дайындайтын боламыз. Глазурға бізге 100 граммдай плитка шоколад және үстіне 2 ас қасық сұйық май қажет болады. Осының барлығын водяной ваннада ертіп аламыз. Мінекей мен ертіп алдым. Үстіне мен арахис салатын боламын. Үстіне арахис салам және осыны жаңағы біздің пісіп шыққан пирогымыздың үстіне покрытие қылып жағамын. Осымен біздің пирогымыз дайын. Өте қарапайым, қолда бар заттармен ғана жасалады. Ең бастысы миксерді дарылдатып жүрмейсіз. Өте оңай, кешкі ауызашарға десерт ретінде жасап көрсеңіз болады. Шаймен өте жақсы жүреді. Жасап көріңіздер. Видеом пайдаларыңызға жарап жатса, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыз, пікір қалдырыңыз. Сіздермен болған Айгерім, келесі видеода кездескенше.